Құрметті оқырмандар, достар, ұрпақтарға қалдырылған мұра атты халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күніне арналған кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні 1984 жылдан бастап жыл сайын 18 сәуір күні атап өтіледі. Мерекені 1983 жылы ЮНЕСКО-ның жанындағы ескерткіштер мен көрнекті орындарды қорғау мәселелері жөніндегі халықаралық кеңес ассамблеясы белгілеген. Мерекенің басты мақсаты тарихи ескерткіштерді сақтау және мәдени мұраны қорғау мәселелеріне қоғамның назарын аудару. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне Қазақстанның 10 тарихи ескерткіші және адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының көрнекі тізіміне 3 рухани мұрасы енгізілген. 2003 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, 2004 жылы Алматы облысындағы тамғалы петроглифтері енгізілді. 2014 жылы аталған тізім 8 ескерткішпен толықтырылды. Олар Ұлы Жібек жолының бойындағы Ақыртас, Құлан, Өрнек, Қостөбе, Ақтөбе, Талғар, Қойлық, Қарамерген археологиялық ескерткіштері. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сәулеттің көрнекті ескерткіші, орта ғасырлық сәулет өнерінің жарқын үлгісі. Яссауи сәулет кешені өз қабырғаларында міндеті бойынша түрлі орынжайлар, сарайлар мен ғибадатханалар кешенін біріктірген. Темір уақытындағы сәулет өнерінің жауһары. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне қосылған Қазақстандағы бірінші құрылыс. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Түркістан қаласында орналасқан. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген кесененің биіктігі 39 метр. Ғимарат бір-бірімен түрлі дәліздер арқылы жалғасып жатқан 35 бөлмеден тұрады. Орталық бөлмеде көне жәдігер тайқазан орналасқан. Тамғалы кешен. Көне дәуірден сыр шертетін тамғалы тастар еліміздің аса маңызды тарихи мұраларының бірі. Ол Орта Азиядағы жартастағы өнердің ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген тұңғыш ескерткіш. Тамғалы кешеніндегі петроглифтердің 4000 жылдық тарихы бар, ал суреттердің жалпы саны 5000-ға жуықтайды. Жартастағы суреттер ертедегі адамдардың қоршаған әлемді қабылдауын көрсетеді, дүние танымын танытады. Петроглифтер белгілі жүйемен және философиялық танымдық бірізділікке негізделген. Ақыртас сарай кешені. Қойнауы құпияға толы Ақыртас сарай кешені 8-12 ғасырларда салынған. Қабырғаларына қаланған тас блоктардың әр қайсысының салмағы 4 тоннаға жуық. Кейбір қашалған тастардың салмағы 10 тоннадан асады. Ғалымдар ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген Ақыртас кешенінің араб деректерінде кезігетін Ұлы Жібек жолының бойындағы Касрибас қаласы деп болжайды. Аумағы 2,5 гектар жерді алып жатқан бұл нысанның 70-ге жуық бөлмесі, 15 колонна галереясы, кіреберіс қақпалары, ортада жарты гектар ашық алаңы болған. Еліміздің тарихи орындары мен ескерткіштері жайлы әдебиеттер қажет болса, кітапханамызға келіңіз, оқыңыз.